Сәлеметсіздер ме, құрметті оқушылар? Бүгінгі сабақта сіздерменен Шерхан Мұртаза шығармашылығымен таныс боламыз. Сіздерге сәттілік тілеймін. Шерхан Мұртазаның көркем прозадағы алғашқы туындылары «Қыз бен бота» және «Белгісіз солдаттың баласы». Шерхан Мұртазаның 41 жылғы келіншек, интернат наны, бір нәзік сәуле, сфинкстің сыры, алтын тікен, сол бір көз, жүрекке әжім түспейді, шек-шек шырылдайды әңгімелері мен табылған теңіз, бұлтсыз күнгі найзағай, мылтықсыз майдан повестері қазақ әдебиетінің проза жанрына қосылған таңдаулы туындылар болып табылады. Пейзаж арқылы кейіпкер характерін ашу, сол бір күз сфинкстің сыры әңгімелерінің негізгі өзегі. Жазушы әңгімелеріне арқау болған тақырыптың бірі Ұлы Отан соғысының зардабы, 100 жылдық жара әңгімесінің өзегі болған. Қаламгер 100 жылдық тарихы бар Бақтияр баба бауына шабылған балта халық тарихына шабылғандай әсерлі де әділ ой түйген. Шерхан Мұртазаның эпикалық жанрдағы алғашқы көлемді туындысы өндірісте еңбек еткен жұмысшылар тағдырын арқау еткен, бүгінгі күндің шындығын бейнелеген Қара маржан романы үшін 1978 жылы Қазақ КСР мемлекеттік сыйлығының иегері болған. Шерхан Мұртазаның кең құлашты эпикалық шығармасы мемлекет әрі қоғам қайраткері, тарихи тұлға Тұрар Рысқұловтың өмірі мен қызметін 20 ғасыр басындағы өтпелі кезеңнің қасіретті де тартысты шындығын бейнелеген Қызыл жебе, Жұлдыз көпір, Қыл көпір, Тамық атты 5 кітаптан тұратын Хамса романы. Жазушының Тұрар Рысқұловтың балалық шағының бір сәтін суреттеген шығармасы Тұтқын бала деп аталады. Бала кезінен түрменің азабын тартқан Тұрардың өз тегін айтуға да болмайтын кезеңді басынан кешіріп, Қырғызбаев деген фамилиямен мектепке тіркелуі, осы ой көкірегіне түйін болған Тұрардың алғашқы азаматтық ісі әңгімеде тартымды суреттелген. Шерхан Мұртазаның 2 кітаптан тұратын Ай мен Айша роман-эссесі жазушының балалық шағы басынан кешірген тағдыры туралы жазылған өмірбаяндық романға жатады. Жазушы өзінің әдеби тұлғасын Барысқан бейнесінде ала отырып, Барысқан сияқты мыңдаған адамның өмірін арқау еткен. Шығармадағы Айша ананың қасіреті мен қайраты романның өзегіне айналған. Роман 1997 жылы оқырмандар тарапынан үздік роман деген атқа ие болған.
Шерхан Мұртазаның Сталинге хат, Бесеудің хаты, Есек саудасы, Домалағана, тағы басқа драмалық шығармалары бар. Шерхан Мұртаза аударма саласында да қомақты еңбек етіп, Шыңғыс Айтматовтың Қош Гүлсары, теңіз жағалай жүгірген Тарғыл төбет, Боранды бекет, Жан пида, Мұстай Кәрімнің Біздің үйдің қуанышы, Ерескеннің Маркшан балалары, Лагиннің Хаттабыш қарт шығармаларын қазақ тіліне аударған. Шерхан Мұртаза әр жанрдағы шығармаларымен қазақ әдебиетін байытқан көрнекті қаламгер, шебер суреткер. Құрметті оқушылар, біз осы бөлімде Шерхан Мұртазаның драмалық шығармасына тоқталатын боламыз. Әдебиет теориясы бойынша драмалық шығармаларда оқиғалар оқырманның көз алдында өтіп жатқандай әсер етуі тиіс. Күшті сюжет драманың өзегі болып табылады.